Дагы келинчектер кутурат деп мына менин замандастарым 50-деги жас апалар картоп жарып жатсыңдар сендер. Бүгүн таңертең ТикТокто ашып калсаң 53-теми дейт. Бир балпан актай, осы бир ак сазандай келинчек экен. Басында орамал, камзолу бар. Басы әдем басталып келе жаткан әңгіме. Ортасына келген кезде, ой, 10 жыл бұрын ажырасып кеткен едім, немерем бар, бала шағам бар, бір жас жігіт 74 жылғы Тараздың жігіті дейді. Руына дейін айтып отыр ғой. Маған үйтіп айтты, бүйтіп айтты деп жаңағы. Флирттен енді. Оның жасы келсе де, жас бергенде біз әлі жаспыз ғой. Біздің паспорттағы жасымызды қоя бес, жүректегі жасты айтсайшы. Бірақ енді соны айқайлап, әлеуметтік желіге контент етіп салып айтасың ба, жігітпен перепискаңды. Небір сөздерім бар ана жерде, 5 әріппен 2 әріпке байланысты. Сені көріп, нені алып кеттің ғой? Айнаға қарап қойым, мен құрдасың ба деп. Құрсын, ойбай, ұят болды деп. Әй, айналайын, тылсым жатқан табиғаттың құпияларын іште сақтап, ауызды скотчтап, тымды білдірмей техничный жасамайсыңдар ма? Ең бар бала шағаға күлкі болып құрсын. Келін бар, немерелер бар, ұят емес па? Апам мынауың не деп айтса не дейсің? Жоқ қаласың ғой. Сол көрпенің астында тығылып жатқанша айналайын, техничный жасасайшы.